Тағамыз, гуляш тағамы, ыстық тағамы осындай етті мякытын аламыз. Етті тураған кезде мінекей осындай сызығына қарай тураймыз. Осылай кесіп алып, мінекей етімізді турап алдық. Қазір қазанымызға қуырып аламыз. Етімізді қуырып аламыз. Етімізді қазір кішкене су кеткенше қуырамыз дағын. Осылай пиязымызды дайындап қоямыз. Пиязбен тағы да қуырамыз. Енді бұл етімізге қалауымызға қарай сәбіз қосуға болады, перец қосуға болады. Мен қазір перец пен сәбіз дайындап қоямын. Пиязымыз бен етімізге осындай сәбіз бен томатымызды салып, тағы да қуырып аламыз да, тағы да қақпағын жауып, кішкене бұқтырып аламыз. Неке гуляшымыздың подливына осындай ұнды қуырып қосамыз. Не үшін? Қою болу үшін. Мына етіміз бен пияз, сәбізі пісіп қалды. Мен дайындап қойған осы бұрыштарымды саламын. Негізі гуляшты құры етпен ғана, пиязбен ғана пісіре берсе де болады. Мен қазір жаз мезгілі болғаннан кейін кішкене овощной қылып, овощ қосып жібердім. Ұнымызды осылай қарайтып қуырып алдық та, осылай қосамыз. Және де қуырған ұнымызды қосамыз. Және де осылай жақсылап ұнымыз қатып қалмас үшін осылай араластырамыз. Қазір тұзын көремін. Тұз аз болса, тұзбен қара бұрыш қосып жіберемін. Қазір осылай бір қайнаса, біздің гуляшымыз дайын. Неке осындай тағамыз дайын болды. Күрішпен де, картошкалы пюремен де татсаңыз болады. Дастарханыңыз дәм